және Павлодар облысының тұрғындары. Сіздерді 1 мамыр Қазақстан халқының бірлігі мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Тәуелсіздіктің 30 жылдық мерейтойы жылы. Бұл ерекше маңызды күн. Өйткені бұл бізге жетістікке жетуге мүмкіндікпен келісім. 30 жылдың ішінде біздің республика жақсы дос ретінде оң беделге ие болды. 1 мамыр бәріміз үшін бейбітшіліктің, достық пен конфессияаралық келісімнің нышанына айналды. Сондықтан бұл тамаша мереке біздің жүрегімізде ерекше орын алды. Бұл достық, сыйластық пен ынтымақ мерекесі. Құрметті достар, баршаңызға зор денсаулық, еңбектеріңізге жаңа табыс, ар шаңыраққа шаттық пен бақ береке тілеймін. Мереке құтты болсын.